Сәлем, сіздермен Жұлдыз 99. Бүгінгі видео жануар және адам ұлпаларына арналады. Егер өсімдік ұлпалар жайлы білгіңіз келсе, алдыңғы видеоларымызды қарауды ұсынамын. Төменге сілтеме қалдырамын. Сонымен, ұлпа дегеніміз не? Бұл шығу тегі, құрылысы және атқаратын қызметі ұқсас жасушалар тобы. Адам және жануар организмінде ұлпалардың эпителий, дәнекер, бұлшықет және жүйкелік деп аталатын 4 типін ажыратамыз. Эпителий ұлпалары терінің беткі қабатын, ішкі мүшелерінің сілемейлі қабығын және көптеген бездерді түзеді. Терінің көздің қасан қабығының эпителийі оларды қолайсыз сыртқы әсерлерден қорғайды, ал асқазан, ішек эпителийі олардың қабырғаларын ас қорыту сөлінің қорыту әсерінен сақтайды. Ішек эпителийі арқылы қоректік заттар қанға сіңіріледі, ал өкпеде эпителий жасушалары арқылы газ алмасу іске асырылады. Қызметінің әртүрлігіне қарамастан, эпителий ұлпаларына бірқатар ерекшеліктер тән. Олардың жасушалары бір немесе бірнеше қатарға орналасып, бір-біріне тығыз жанасады. Жасушааралық заттары нашар дамыған. Жабын жасушалары зақымданғанда тез арада жаңасымен алмасады. Эпителий ұлпаларының негізгі қызметі организмнің ішкі ортасының тұрақтылығын сақтау, қорғаныш және зат алмасуды реттеуге қатысу. Дәнекер ұлпасы. Адам организмінде дәнекер ұлпаларының бірнеше түрі бар. Шеміршекті, сүйек, май және қан ұлпалары. Олардың құрылысы мен қызметі әртүрлі. Бірақ жалпы шығу тегі бойынша және жақсы дамыған жасушааралық заттарының болуымен бір топқа біріктірілген. Жасушааралық заттар қызметіне байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, ол қанда сұйық, сүйекте қатты. Дәнекер ұлпалары түрлі қызмет атқарады. Бұрпылдақ талшықты дәнекер ұлпасы мүшелер аралығын толтырады. Қан тамырларын, жүйкелерді, бұлшықет шоғырын қоршайды. Тері астындағы май клетчаткасы қабаты осы ұлпадан тұрады. Сүйек және шеміршек ұлпалары тіректік әрі механикалық қызмет атқарады. Қан мен лимфа қоректік, тасымалдау және қорғаныш қызметтерін жүзеге асырады. Бұлшықет ұлпалары. Құрылысы мен шығу тегі әртүрлі, бірақ ортақ белгілермен біріктірілген ұлпалар тобы. Көлденең жолақты бұлшықет ұлпалары қаңқа сүйектеріне бекітілген және оның қимыл қозғалысын қамтамасыз ететін қаңқа бұлшықетін түзеді. Көз алмасын қозғалтатын бұлшықеттер көз алмасының солға, оңға, жоғары төмен қозғалысын қамтамасыз етеді. Жұту бұлшықеттері де көлденең жолақты бұлшықетке жатады. Көлденең жолақты бұлшықеттер еттердің маңызды қасиеттері адамның еркіне сай жиырылуға қабілеттілігін іске асырады. Миокард. Көлденең жолақты бұлшықет жасушаларының бір-біріне жанасып орналасуынан түзілген жүрек бұлшықеті. Осы жасушалардың тығыз тұтасуына орай жүрек бұлшықеті, қаңқа бұлшықеті сияқты жеке-жеке шоғыр болып емес, тұтас жиырылады. Ең алдымен жүрекше, содан кейін қарынша бұлшықеттері жиырылады. Бірыңғай салалы бұлшықет ұлпалары ішкі мүшелердің қан мен лимфа тамырларының, без өзектерінің қабырғаларының құрамына кіреді. Бұл ұлпалардың мөлшері аса үлкен емес, бір ядролы, ұшық тәрізді бұлшықет жасушалары түседі. Олардың жиырылуы адам еркіне байланысты болмайды. Жүйке ұлпасы барлық жүйке жүйесін түзеді. Ол негізгі жүйке жасушаларынан, нейрондардан және қосалқы жасушалардан, нейроглиялардан тұрады. Нейроглиялар нейрондарға беріктік қасиет беріп, қорғаныш рөлін атқарады. Жүйке жасушаларының қоректенуіне және жүйке талшықтары мен жүйкелердің регенерациясына қатысады. Нейрондар тітіркенуді қабылдап, қозуға байланысты жүйке импульстерін тудырады және таратады. Нейрондар жадты ақпараттарды өңдеуге, сақтауға және естен шығаруға қатысады. Әрбір нейронның денесі жүйке ұштары бар ұзын және қысқа өсінділері болады. Өсінділер құрылысы, пішіні мен қызметі бойынша ерекшеленеді. Нейрондар денесіне жақын орналасқан қысқа, жиі тармақталған өсіндісі дендриттер деп аталады. Ал ұзын өсіндісінің тек ұшы тармақталған және жіңішке болады, оларды аксондар деп атайды. Қозу нейрондар бойымен таралады және олармен байланысты басқа нейрондар арқылы беріліп отырады. Мысалы, бұлшықетке беріліп, оның жиырылуын туғызады.
Жүйке жүйесін түзетін жүйке ұлпасының маңызы зор. Жүйке ұлпасы организм бөлігі ғана емес, оның денесінің барлық бөліктерін біртұтас организмге біріктіруді қамтамасыз етеді. Видео ұнаған болса лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. 99 пен бірге дамы.